Жалпы дәстүрлі өркениет ұғымы дегеніміз бұл ертедегі ежелгі дәуірлік, одан кейін ежелгі шығыстық және орта ғасырлық өркениеттердің барлығы дәстүрлі өркениет деп аталады. Бұлай ережесін айтсақ, негізі түсініксіздеу, жаңағы ежелгі шығыстық, одан кейін орта ғасырлық өркениет, одан кейін ежелгі дәуірлік өркениет деп айта салу оңай ауызбен, бірақ енді тереңдетіп оның ары қарай мағынасына үңілмейтін болсақ, оны біз түсінбеуіміз мүмкін. Сондықтан қазір дәстүрлі өркениеттің қандай белгілері бар, осы мәселеге тоқталатын боламыз. Жалпы дәстүрлі өркениет дегеніміз бұл индустриалдық дәуірге дейінгі ежелгі және орта ғасырларда болған. Индустриалдық дәуір дегеніміз бұл заводтардың салынуы, завод фабрикалардың салынуы, машинаның пайда болуы, ұшақтың пайда болуы, үлкен-үлкен қалалардың салынуы, осылардың барлығын біз индустриалды дәуір деп атаймыз, бір ауыз сөзбен айтқанда. Ал енді осыған дейін, жалпы индустриалды дәуірге дейін болған өркениетті біз дәстүрлі өркениет деп атайды екенбіз.